Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Демалыс күндері аяқталды. Қандай өкінішті. Американдық Оук-Три мектебінің оқушылары оқу жылы қызықты болады деп ойлады. Бұл оқиға көп жылдар бұрын болған. Оқушылар шағын топтарға бөлініп, мектептің сыртында тұрды. Олардың киімдері ескі сәнділеу болып көрінді. Бірақ сол кезде бәрі солай киінетін. Олар мақтанғанды жақсы көретін. Әсіресе Джим. Ол не айтса да, сыныптастары онымен келісетін. Тыңдаңдар, жаңа мұғалім келіп, өзін маңызды етіп көрсете бастағанда, біз оған көресіне көрсетеміз. Дәл алдыңғы 3 ұстазымыз сияқты, ол да бізден тез қашып кетеді. Біз сондай мойынсұнғыш және тәртіпті болсақ та, бізге ешкім шыдай алмайды. Ха-ха-ха! Иә, міне ол келе жатыр. Сыныпқа кеттік. Оны мектебімізге қандай жел айдап әкелді екен? Директор бұл жерге оны Құдай жіберді деп айтты. Бірақ біз оны тез қашып кетуге мәжбүр етеміз. Қоңырау соғылды. Джим мен оның достары артқы қатарда отырды. Олар бұдан әрі не болатынын білуге асықты. Мұғалім сыныпқа кірді. Ол барлық оқушыларға нәзік көздерімен қарады. Қайырлы таң, ұлдар мен қыздар. Биылғы жылы біз жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек. Егер біз оқу жылын жақсы өткізгіміз келсе, онда оны жақсы бастауымыз қажет. Орнымыздан тұрып дұға етейік. Дұға етеміз бе? Оқушылар таң қалды. Джим абдырап, орнынан тұрып дұға үшін қолын жайды. Тәңір Иса, осы жылы барлығымыз бірге жақсы еңбектенуге және бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынаста болуға көмектесе көр. Әрбір оқушы үшін саған алғысымды білдіремін, және олардың әрқайсысы сені тануын тілеймін. Өйткені сен олардың әрқайсысын жақсы көресің. Әумин. Оқушылар не болғанын түсінбеді, бірақ мұғалімнің дұғасы олардың жүрегін елжіретіп жіберді. Мұғалім олардың Исаны білуін қалады, өйткені Иса оларды жақсы көреді. Олар мұндай сөздерді ешқашан естімеген. Олардың бұл сөздер туралы жеткілікті түрде ойлануға уақыты болмады. Олар есін жиып үлгермей жатып, тағы бір соққыны бастарынан өткізді. Ал ол қандай соққы екенін келесі шығарылымда айтып беремін. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.